Ассалаумағалейкум. Бұл видеомызда Пәрші әулетінің ғалымы, данышпанды болған Бенджамин Франклиннің хикметтерінен үзінді көрсетеміз. Аз ғана істеген минетімізді қадірлеген халда видеомызға лайк басып, каналымызға қосылып қойын. Егер жазушылар бір адамның кеудесіне азар бермеулері керектігі хақында жақсылап ойлап алып, бұған істенгеннен кейін жазуды бастағанда, дерлік ешқашан жазу болмас еді. Қараңғылықты қарғап отыру орнына шам жаққан мақұл. Har qanday fuqaroning majburiyati бұл hukumatni so'roq астына алуды. Өлімнен қорқу керек емес, себебі қанша тез өлсек, абадилікке сонша тез жетісеміз. Досты танлауда әстенірек әрекет ету мақұл, досты өзгертуде болса, және де әстірек. Қате жүріп алып, аяғыңызды жарақат алсаңыз, ол тез де тәуір болады. Бірақ қате сөйлеп қойсаңыз, бұның жарақаты ешқашан тәуір болмайды. Өзгеруден тоқта екенсен, өмірде де тоқтап қалған боласың. Пұлларыңызды біреудің пұлын есаплап жүретін адамға сеніп көрме. Тыныштықтың жаманы, ұрыстың болса жақсысы болмайды. Ақмақ кеулім деген сөздері менен айтса, данышпан сөздерін кеулі арқылы айтады. Ұйқыға ерте жатып, ерте ояну, инсанды денсаулық, байлық һәм даналық сағыз жетектейді. Бенджамин Франклиннің басқа да хикметтерін каналымызға өтіп көрсеңіз болады.